Қызы Назарбаева, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұбайы, Қазақстанның бірінші ханымы. 1941 жылғы ақпанның 12-сінде Қарағанды облысы Бұқар ауданындағы Қызылжар ауылында дүниеге келді. Қоғам қайраткері, Қарағанды металлургия комбинатының жанындағы жоғары техникалық оқу орнын бітірді. Білімі жоғары, мамандығы инженер-экономист. Аталған комбинатта Қарағанды көмір бірлестігінде жұмыс істеді. 1992 жылы елдегі ана мен балаларды әлеуметтік қорғау, балалар үйлерін қамқорлыққа алу, тұрмысы төмен, жетім балаларға жәрдемдесу мақсатында Бөбек балалар қайырымдылық қорының негізін қалады. 1992 жылы 18 ақпанда Қазақстан балаларының мейірімділік қоры Бөбек дүниеге келді. Қор көмекке зәру панасыз балалардың өз қамқорлығына алып, өскелең ұрпақтың рухани адамгершілік тұрғысынан білім алып, тәрбиелеуіне мән берді. Президент жұбайы республикамыздағы колледждер мен жоғары оқу орындары және училищелерде білім алып жүрген жетім балалардың жағдайларына ерекше назар ұстап келеді. Сары Алпысқызы осындай жастарға ай сайын Бөбек қоры арқылы қайырымдылық көмек көрсетеді. Президент жұбайы өзін таны атты балаларға рухани адамгершілік білім беру және тәрбие беру идеясының авторы болып табылады. Сары Алпысқызы білім беру жүйесіне өзінді тану сабағын енгізді. 1999 жылы Сары Алпысқызына қайырымдылық қызметі үшін СОС Киндердорф халықаралық қорының алтын медалі берілді. Юнити халықаралық сыйлығымен марапатталды. Бабам тыныштықты аңсаған, айналаға тек жақсылығы жасаған, мың тіріліп, мың өліп, сен өмірде қамқор болшы адам затқа жас адам, қамқор болам мен дағы адам затқа, әрі адам жүрегінде сезім басқа, Сары апайдай болса егер барлық адам, үміт күтем келер күннен болашақта өзіңді өзің тани біліп өмірде Сары апамыз көмек берді. Көптерге Бөбек үшін бәрінде аянбай, жақсылықты ұялады көңілге. Ол кісінің жүрегі махаббаттан жаралған, еш көмегін аямаған жас баладан. Кезім ол отты лүпілдейді жүректе, мұндай болу баршамызға бір арман. Үнемі балалардың көңіліне қарайды, жан тәнімен сәбилерді аяйды, адамгершілік атты ізгі қасиетті, өзі танимен дарытуды ойлайды. Жан жылуы қозғайды, ой жүректі, сезім менен нұрға бөлеп тілекті. Сары апайдай қамқор болсаң адамға, жаратушы шын берер саған көмек. Дархандық даналықтың кемеңгері, пейіліне пенделік теңелмеді, халқының рухымен жасасатын мадақтауға лайықты еренбеді. Шатқалдағы ақиқат барман біліп, түрген бірер сахара жырларына, халқының ардақтысы, ел анасы, құтты болсын киелі туған күні. Сан сәбидің тағдырын ұлықтаған, өзімшілдік көрлікке құнықпаған, қаншама тағдырлардың демеуі боп мейірім шапағатты ұмытпаған.
қазағымның бағына жаратылған, саратамыз ұмытпас ұлықты адам. Ел анасы ерлікпен туындаған, есіл елім рахымнан суынбаған. Киесі бар ұлы ана құдіретті, жай пенде боп өмірге туылмаған. Ұзақ болсын ғұмыры данышпанның, сан тілекті санаусыз бағыштадым. Сезініп шапағатын ұлананың, кеудемдегі күдікті жаныштадым. Есть люди, которые жизнь положили на то, чтобы мы с вами счастливее жили. Примером нас учат любить и дружить, и нам рядом с ними счастливее жить. Золотое сердце, сердце золотое бьется, как другие, нет ему такое бьется, отличаясь, может быть, от них тем, что это сердце